Ал қайырлы күн оқырмандар. Бүгін 14 шілде. Мынау біздің Махамбет селосының ортасынан өтіп жатқан көп жайық. Міне қандай болып тартылып қалған. Ана су дейтін мына жерге дейін келіп жатты, білесіздер. Мен түсіріп жүрдім. Балға дейін осылай келіп жатты. Қазір қандай болып тартылып қалған, міне өздеріңіз көргендей. Ана ненің іштері, тоғайдың іштері қандай су болды. Тоғайдың ішінің бәрін су алып кеткен еді ғой. Ана ар жағы мост, ана жақ. Ояққа да барып түсірем. Судың жағдайы қазір осындай. Ана арғы бетте ел су қалып бүтін ел суға қалып қойған болатын. Ояқта эвакуация жасаған болатын. Соның бәрі қазір қайтадан үйлеріне оралып, елдер тұрмыс тіршілігін сүріп жатыр. Жайықтың қазіргі жағдайы осындай. Біршама тартылып қалған. Арғы беті ше көрінбейтін еді ғой. Түгел алып кеткен еді ғой, полностью ар жағын бәрін. Қазіргі жайықтың жағдайы осындай. Қаншама ағаштар нағара. Осындай болып жатыр қазіргі жайықтың жағдайы.